Мынау қоғамда қарап тұрсақ қазір бір түрлі кәсіптер бар да. Бұл кәсіптерден 5.000 юан ақша табу үшін 6.000 юан істетесіз да. Яғни 6.000 юан бодау бересіз, 5.000 юан ақша табасыз. Енді бұны көптеген адамдар байқай білмейді бұл нәрсені. Олар ойлайды, мен ақша тауып жүрмін, айлық кірісім 5.000 юан болды дейді. Ал істеген сайын саудасы жақсы, барған сайын дамып бара жатқандай сезіледі. Ал бірақ дамыған сайын қарыздар бола береді. Қалтасындағы ақшасы барған сайын азая түседі. Енді бұл көбінде мынау тіке сату саласында жашау дейміз ғой. Осы көбірек кездеседі. Енді бұның себебі не деген кезде, бұл кәсіп өте көп күшті қажет ететін кәсіпке келеді. Бұл үшін сіз үнемі үйренулер жасауыңызға тура келеді. Өзіңіз басқалар орналастырған үйренулерге қатынасуыңызға тура келеді. Аудан аттайсыз, аймақ аттайсыз, тіпті ішкі өлкелерге, шетелдерге дейін шығуыңыз әбден мүмкін. Енді осы барыста біз жаңағы тапқан ақшаларымызды шетінен істетіп жатамыз. Енді осылай десе мүмкін көптеген осы салада істеп отырған адамдар айтуы мүмкін. Ақша тауып жатқандар көп. Мысалы, бәленнің кірісі 20.000 болды, бәленнің кірісі 50.000 болды, немесе 100.000 болды деп. Бұл әрине болады да. Ол болуы заңдылық. Егер ол саланың ішінен ондай адамдар шықпайтын болса, бұл сала бүгін осыншама ұзақ уақыттар бойында дамымайтындай еді. Бірақ сіз және де бір нәрсені өзіңіз назар салып, дұрыстап отырып тыңдайтын немесе байқайтын болсаңыз, сіздер бұл саладағы адамдардың үздіксіз түрде алмасып жатқандығын, алдыңғы бір топ адамдардың келесі бір топтың ішінде жоқ екендігін, немесе бар болса да өте аз мөлшердегі бір адамның қалғандығын байқайсыз. Бұның себебі жаңағы көптеген адамдар тұп-тура сол 6.000 юан істетіп 5.000 юан ақша табатын жағдайға шыдай алмағандықтан ауысып кетіп жатады. Енді мен өз басымда бұл саланың ішінде біраз уақыт жүрдім. Бұл нәрсені өз басымнан өткіздім десем де болады. Енді бұл жерде бізге көбірек көңіл бөлуге тиісті дүние не деген кезде, біз өзіндік құнды есептеуіміз керек. Мысалы, мен осы жерде істеуге тиістімін ба, тиісті емеспін ба деген дүние болады. Мен бұл жерде бәлен кәсіп жақсы, бәлен кәсіп жаман демекші емеспін да. Мәселе өзіндік құнды есептеуіміз тиіс. Мысалы, мен осы кәсіп істеу барысында жаңағы айтқанымдай, менің шығарған шығыным, өзіндік құным 6.000 юан болса, ал менің кірісім лируным 5.000 юан болса, онда бұл жерден не шығады? Яғни 1000 юандық шығын шығып тұр. Бірі, мен осы шығынға қанша уақыт төтеп бере аламын. Екіншісі, мен қанша уақыт ішінде осы шығынды табысқа айландыра аламын. Сіз осы нәрсені есептеп көріңіз. Егер бізде осындай мүмкіндік және қуат, немесе сондай бір сенім бар болса, немесе сондай орай бар болса, онда біздің әрине бұны жалғастырып, осы саланың ішіндегі бағанағы айына 100.000 алатын, немесе бірнеше 100.000 кіріс кіргізетін адамдардың қатарына кіруіңіз мүмкін. Ал енді сізде бұндай мүмкіндік болмаса, мысалы, бұл салада тұрақты түрде табандап қалу үшін сізде лиңдаули болу керек. Лиңдаули жаңағы жетекшілік қуат болу керек. Оның өте күшті болған шаушу ныңли болу керек. Сосын цужа ныңли дейміз, яғни ұйымдастыру қабілеті. Осы секілді зор қуатты дүниелер қажет болады да бұл нәрсеге. Осылар бар болып жатса, онда сіздің бұны жалғастырып істеуіңізге мен ұсыныс беретін едім. Ал егерде сіз жаңағы қалың адамның ішіндегі біреусі болып, жаңағы үйренуге қатынасып, сахнадағы әлем-жәлем киінген адамдарменен шу ортаны көргеннен кейін миыңыздағы домафин,
домафин бөлініп шығады адамның миынан, ол қызғындылықтан керемет екен деген, тағы да бір ромка ішейін деген сияқты да. Сол бөлініп шығып кетіп, лап етіп кіріп, сосын істеп, біраз уақыт айналаңыздағы таныс білістерге затыңызды сатып, жұмыс жасап болғаннан кейін, сіз өзіңіздің Зужаның ли жоқ екендігін, Лиңдау ли жоқ екендігін, өте күшті болған Шаушоуның ли менен жаңағы ұзақ уақыттық соғыс секілді ғой бұл нәрсе. Ұзақ уақыттық тоқтаусыз осы Шаушоудың соғысына төтеп бере алатын артқы қуаттың жоқ екендігін байқаған кезіңізде, сіз әлдеқашан біраз жерге барып алған болып қаласыз. Сол үшін де мейлі Чосяу істейік, мейлі басқа салада істейік, біз өзіндік құнды есептеуіміз керек. Яғни әрқандай бір кәсіпке адам экономикалық көзқараспен қарауы тиіс. Мысалы, барлық саладан адамдар ақша таба беруі мүмкін емес. Қандай керемет мықты адамның да жұмыс жасай алмайтын саласы болуы әбден мүмкін. Мысалы, кезінде маған да осындай бір мүмкіндік кездесті. Жаңағы Гуанчжоуға бардым үйренуге. Сосын қайтар жолымда бір жейделер сатып тұр екен да, Хынан, Чжэнчжоудан көрдім. 10 юаньнан сатып тұр. Мен ары қарай Гуанчжоуға қарай өтіп бара жатқан кезде сол сауда сарайдың іші әрқайсысы өз орнында, киімдері сол сөреде тұрғанда, қайтадан қайтып келіп тағы да сол Чжэнчжоудан поездға алмасқан кезде жаңағы сауда сарайдың іші қараңғы базарға айналып кеткен ғой, жаңағы көшеде жайма секілді болып кеткен да. Сонда жаңағы жейделерді 10 юаньнан сатып тұр екен. Сол жерде мен 20 юаньға 2 жейде сатып алдым да, біреусін өзім кидім, біреусін әкеме әкеп бердім. Егер де сол кезде мысалы бізде жаңағындай арзан дүниені алып келіп мына жақтан сатуға болады деген көзқарас болған болса, онда мен жаңағы жейдеден 100-ін әкелуге мүмкіндігім бар еді. Бірақ біз жаңа көз алдымыздағы мен осы саладан 50.000 юан тапқан адамға айналамын деген көзқараспенен екінші саудалардың қалай болатындығына мән бермедік. Мінекей сондықтан да кейін көптеген мәселелер туындады. Жақсы достар, енді бүгінше осыншалық айтып қояйын. Мүмкін бұдан кейін осы бағыттағы әңгімелерді үздіксіз айтатын шығармын. Маған жүрек басып қосылып қойыңыздар және достарыңызға тарата тұрыңыздар.